Әне, бастаймыз. Бүгін сендермен гүлдер жайында әңгімелесеміз. Гүлдер бізде екі топқа бөлінеді, бөлме гүлдері және дала гүлдері болып. Біз сендермен бүгін бөлме гүлдері жайында танысамыз. Бізде бөлме гүлдері негізі көп түрге бөлінеді. Әр түрлі гүлдер болады. Бірақ біз бүгін сендермен 3 бөлме гүлдермен танысамыз. Гүлдерді қалай күтіп баптау керек екенін, оған не керек екенін бәрін танысаңыз. Неге алдарына қараңдар, суретте бірінші гүл. Бұл қастамақ гүлі. Қастамақ. Орысша герань деп айтамыз. Қане қайталайыншы? Қастамақ, герань. Бұл гүлдің гүлдері қызыл, жапырақтары қандай түс? Жасыл түсті. Бірақ қызыл ғана болмай, күлгін түсті де, қызғылт сары түсті, ақ түсті де болады. Екінші гүл бізде шегіргүл гүлі. Шегіргүл. Орысша фиалка деп айтады. Қайталайықшы? Шегіргүл, фиалка. Ал бұл гүл бізде фикус гүлі. Фикус. Орысша фикус деп айтады. Ал балалар, мінеке гүлдердің түрлеріне қараңдаршы. Олар әр түрлі, әр түрлі болып келеді. Жапырақтары да әр түрлі болады. Мысалы, фикустың жапырағы бізде сопақша болып келеді, ал шегіргүлдің жапырағы дөңгелек болып келеді. Ал мінеке нақты тоқталып кетсек, мінеке алдарында тұрған гүл қастамақ гүлі, қараңдаршы, жапырақтары қандай пішінге ұқсайды? Қандай пішінге ұқсайды? Дөңгелек пішінге ұқсайды. Гүлдері қандай түсті? Қызыл түсті, қызыл түсті. Фикус гүлі. Фикус гүлінде гүлдері жоқ. Бірақ жапырақтары бар, мінеке. Бұның тамыры үлкен болады. Және мінеке саптары, бұтақтары бар. Жапырағы қандай тәрізді? Үлкен. Сопақша болып келеді, Ал мінеке үшінші гүл бізде шегіргүл гүлі. Фиалка, Бұның да мінеке жапырақтары сопақша болып келеді. Ал гүлдің түсі қандай? Күлгін түсті. Жақсы Аяжан, күлгін түсті. Ал балалар, бүгін бізге қонаққа Айгерім Қуыршақ келді. Айгерім Қуыршақ бізге келе жатып, дәлізде бір гүлді көріп қалады. Бірақ гүлдері жоқ дейді. Жапырақтары бәрі қурап қапты. Гүл солып қапты. Неге екенін білмейді. Біз оған көмектесе аламыз ба, балалар? Көмектесіп көреміз бе? Мінеке қазір Айгерім әкелген гүлді мен сендерге көрсетемін. Мінеке қараңдар балалар. Мінеке Айгерім әкелген гүлді. Бұл қандай гүл? Мінеке біз жаңа танысып отырмыз. Шегіргүл гүлі. Бірақ оның гүлдері жоқ. Жапырақтары мінеке сарғайып қалды. Топырағы да құрғақ қапты. Неге екенін білесіңдер ме, балалар? Неге ол сондай болып қалды, Айжан? Өйткені бұл гүлге күтім жасамады. Күтім қалай жасау керек? Гүлге не істеу керекпіз біз? Су құю керекпіз. Жапырақтарын сүртіп қорғау керекпіз. Сонда бізде гүліміз әдемі болып өседі, балалар? Біз қуыршаққа көмектесеміз бе? Жақсы. Ал енді мен сендерге шағын видеоролик көрсетемін. Назар аударамыз. Түсініктер туралы жалпы түсінік беріп өтейін. Бөлмеде гүл өсірудің маңызы өте зор. Одан адам эстетикалық ләззат алады, бөлмеге сән береді, ауасын тазартады.
Үйде өсімдік өсіру мәдениеті жоғары халықтардың ғасырлар бойы ұлттық дәстүріне айналған ерекшеліктерінің бірі. Өсімдіктер ауадағы көмірқышқыл газын бойына сіңіріп, оттегін өзінен бөліп шығарады. Демек, өсімдік тұрғын үйдің зиянды газдарын азайтып, адамға керекті оттегін мөлшерін үнемі толықтырып отырады. Ауада жай көзге көрінбейтін алуан түрлі микробтар тобы болады. Олардың көпшілігі адамның денсаулығына зиян келтіреді. Ал үйде өсірілетін өсімдіктер осы микробтардың тіршілігіне кері әсер ететін әртүрлі заттар бөліп шығарады. Оны ғылым тілінде фитонцидтер деп атайды. Яғни өсімдік өскен бөлмеде ауа үздіксіз тазартылып отырады. Өсімдік арқылы адам табиғаттан ала алмаған әсерін толтырады. Сондықтан экологтар кеңсеге, үйге міндетті түрде бөлесуге кеңес береді. Бөлме өсімдіктері жарықты қажет етуіне қарай екі топқа бөлінеді. Жарық сүйгіш өсімдіктер, ала көлеңкеде өсетін өсімдіктер. Егер де үй өсімдіктері тұрған бөлмелердегі температура режимі бұзылатын болса, өсімдіктер сарғайып, жапырақтары түсіп қалады. Үйде өсетін өсімдіктер аспалы өсімдіктер, сәнді жапырақ жаятын өсімдіктер, әдемі гүл шашатын өсімдіктер болып сан алуан түрге бөлінеді. Енді бөлме өсімдіктердің кейбір түрлерін сипаттама беріп өтейін. Фикус үй гүлдерінің ішіндегі ең кең таралған және танымал десек болады. Туысында 1000-2000-ға жуық түрі бар. Каучук фикусы, бенджамин фикусы, эластика фикусы деген түрлерін атап өтуге болады. Әдемі жапырақтарына бола бұл гүлді нағыз мекені гүлі деп атайды. Дегенмен де фикус көпшілікке ең алдымен көп күтімді қажет етпейтін көріністігімен танымал болған шығар. Барлық түрінің күтімі бірдей, олардың бір-бірінен айырмашылығы жапырағының түстерінде ғана. Қазтамақ немесе герань жапырақтарының емдік қасиетімен бірге ауа тазарту қасиеті де өте жоғары. Қазтамақ тез өсетін, аса құнарлы топырақты қажет етпейтін, оңай көбейтілетін, күтімі жеңіл гүлдерге жатады. Мамыр айында аулаға шығарып, гүлзарларға егіп қоюға болады. Күзде қайтадан қазып алып, түбекке отырғызып, үйге кіргізеді. Ең жарамды гүлдердің бірі қазтамақ деп есептеледі. Герань тұрған бөлмеде ұрыс-керісте болмайды, ал бола қалған жағдайда өсімдік адамның жүйке жүйесіне әсер ететін зат бөле бастайды. Яғни адамның ашуын басып, сабырға шақыратын бөлме өсімдігі. Сондықтан болар бұл гүлді бұрындары барлық үйде өсірген. Ал балалар, не кішкене видеороликта біз гүлдер жайында таныстық, иә? Ал енді бізге жақынырақ танысу үшін және тәжірибелік жұмыста мен сендерге қалай гүлдерді күтіп баптау керектігін көрсетемін. Сендерді үстел үстіне жұмыс істеуге шақырамын. Ал балалар, мінекей қазір біз Әйгерім қуыршаққа көмек көрсетеміз, иә? Біз оның гүліне қамқор жасап, күтім жасап, гүлін өз қалпына келтіретін боламыз. Ал балалар, енді біз сендермен ең бірінші гүлдерге күтім жасамай тұрып, мен сендерге бірнеше тәжірибе көрсетіп жіберемін. Балалар, ауа деген не білесіңдер ме? Не ол ауа деген? Ауа деген бізді қоршап отырған зат деп айтуға бола ма? Біз оны көрмейміз, сезбейміз, иә? Бірақ тәжірибе ретінде мен сендерге көрсетемін. Балалар, мінекей мұрындарымен қане тартайшы қане ауаны. Ауаны тарта аламыз, қане тағы да көрейші қанеке. Ал енді мұрнымызды жауып тартсақ қанеке. Тарта аламыз ба? Тарта алмаймыз. Өйткені біз мұрнымызды бекітіп қойдық, кедергі болып тұр, иә? Мұрнымызбен ауаны тарта алмаймыз. Сондықтан бізде ауа біздің жан-жағымызда бар. Сендермен біздің жан-жағымызда ауа бар екен дәлден. Неге целлофанның ішінде бос, ауа жоқ. Целлофанның бәрі бүтін, тесігі жоқ. Енді қанеке менімен бірге қайталаймыз. Ауаны жинап алайық қанеке. Арақанымызды қатты қыса қоямыз қанеке. Мінекей, көрдіңдер ме? Ішінде не бар? Аяжанның ішінде не бар? Воздух. Воздух ол ауа, иә? Мінекей, сондықтан бізде бұл целлофанмен дәлелдегеніміз
біздің жан-жағымызда ауа бар екен, иә? Ауа бар екен. Біз оны көрмейміз және де сезбейміз. Бірақ онымен біз дем аламыз. Сондықтан мінекей балалар, салғандарды қойыңдар алдыға. Біз бір дәлелдегеніміз, біздің бұл гүлдерге де ауа қажет. Балалар, жаңағы бірінші тәжірибеден біз не білдік? Целлофанмен біз неміз? Жинап алдық. Воздух. Ауаны, иә? Біз нені дәлелдедік? Біздің жан-жағымызды қоршап отырған ауа. Ауа біз қалай қажет етеміз? Аяжан, біз қалай қажет етеміз? Бұл өсімдіктер де, бөлме өсімдіктері де қажет етеді. Олар да осы ауамен дем алады. Оны қалай дем алады екенін мен сіздерге кейінірек таныстырамын. Ал балалар, мінекей қазір біз Әйгерім қуыршақтың гүліне күтім жасауға көмектесеміз, иә? Ол күтім жасау үшін бізге бір күш керек, су құйғыш керек, гүлге су құямыз, және де осындай құрылғылар керек. Және де шүберек, және осындай нелер керек, иә? Ваталық дисктер керек. Неге әртүрлі заттарды мен дайындап қойдым? Өйткені бізде гүлдер әртүрлі. Гүлдердің жапырақтары әртүрлі болады. Сондықтан әр гүлге өз күтімі болады. Мінекей фиалка гүліне күтім жасау үшін біз жапырағын шүберекпен сүрте алмаймыз. Неге? Өйткені жапырақтың үстінде міне мынандай тікенектері, тебе-тебе тікенектері болады. Біз оны сындырып алмау үшін бұл ең нәзік гүл болады. Оны мінекей осындай қылқаламмен тазалау керекпіз. Тазалаған кезде жапырақты алақанымызға саламыз да қылқаламмен былай тазалаймыз, шаңын сүртеміз. Оны шүберекпен сүртуге болмайды. Және сосын бір күшпен суды осылай құямыз. Көрдіңдер ме? Су құйған кезде гүлдікі әртүрлісі болады. Гүлдердің кейбірлеріне үстіне құюға болады суды, былай. Ал кейбір гүлдердің міне астарында тәрелкесі болады. Соны астына былай құямыз. Ол тәрелкеден тамыры арқылы үстіне көтеріледі. Мен сіздерге кейінірек тамыры не екен бәрін көрсетіп кетемін. Мінекей гүлге осылай күтім жасау керекпіз. Мінекей Әйгерімнің гүліне біз күтім жасадық. Көрдіңдер ме мінекей бұл жапырақтарын қылқаламмен сүртеді, шаңын сүрту керекпіз. Және таяқшамен топырағын қопсытырамыз. Не үшін қопсытырамыз? Өйткені су жақсы сіңіп кетсін деп. Және қопсытырған кезде гүлдер дем алады, иә, ауамен. Мінекей осылай біз қуыршаққа көмек жасадық. Топырақ екі түрлі болады. Құрғақ және ылғалды. Мінекей енді қараңдаршы, алдарында тұрған тәрелкелердің ішінде екі түрлі топырақ бар. Екі түрлі топырақ. Соның қайсысы құрғақ, қайсысы ылғалды екенін айыра аламыз ба, қанекей? Аяжан қарағаншы. Қайсы ылғалды, қайсы құрғақ топырақ. Оның түсіне де қарап айыруға болады, және қолымен көруге болады. Әне қойшы, қайсы құрғақ, қайсы ылғалды екенін дәлелдеу үшін. Екінші тәрелкеге салып. Ал енді айта қойшы, қайсы құрғақ, қайсы ылғалды топырақ. Көрсетем. Бұл қандай? Атыраған. Құрғақ топырақ. Ал қызыл тәрелкедегі ылғалды, иә? Оны қалай дәлелдедің? Қалай білдің осы құрғақ және ылғалды екен? Қолмен ұстаған кезде ылғалды топырақ су сияқты болады, иә, ұстаған кезде. Және оның түстеріне де қарап ажыратуға болады. Қараңдаршы балалар, құрғақ топырақ сәл қоңырлау болып келеді, иә? Қара Ерасыл, мінекей қоңырлау. Ал ылғалды топырақ қара түсті болып келеді. Сондықтан топыраққа су құйған кезде топырақтың түсі де өзгереді. Ал балалар, қанекей біз кішкене шаршап қалған шығармыз, иә?
қане денемізді кішкене сергітіп алайық. Сергіту сәтіне шақырамын. Жұп болып бөлініп, гүлдерге қалай күтім жасап екенін өздерін жасап көресіңдер. Ал мінеки алдарында су құйғыштың алдында, су құяр алдында біз бірінші жапырақтарға күтім жасаймыз. Мінеки фиалка гүлін Дария бағана көрсетіп кеттім ғой. Қалай сүртуге келеді? Айбен, Айзере, Алдан. Қазір сөзін көрсетемін тағы сіздерге. Аяна, сен мінеки фиалка гүлін, фикус гүлін сүртесің жапырағы. Сен бізді топырақтарды қосып. Ерасы келе ғой. Аяжан, сен. Мұнай сүртесің қазір жапырақтар бүтіні. Жапырақтары бүте болған кезде сонда осындай шағын маталарды аламыз. Әне так. Сен қосқырасың, алтын бұршықпен су құяды. Ал қанеке бастайық. Алтын бұл гүлді, қастамақ гүлін сүртуге болмайды жапырағы. Оны тек қана бұршықпен суды құямыз қарады. Мен басамыз, жапырақтар бұлай әдемілеп, абайлап ұстайсың. Ал ерілі сен неке топырағын қопсырамыз. Ақырын, абайлап, тамырын бүлдіріп алған. Қопсыра бер. Айзере, Алдан, мінеке фиалка гүлін, шегір гүлін, жапырақтарын жаңағын осылай тазалаймыз деп. Міне көрдің ма, қаншама жерде қоқыс бар, мінеке. Тазалаймыз. Аяна, мінеке фикус гүлінің жапырақтары үлкен, оны біз шүбірекпен сүртеміз. Аяна, сүрткен кезде қолынды гүлдің жапырағын алақанына қоясын, ақырын сындырып алмасын. Ақырын сүртесің. Сүртеғын осы жапырақтар. Ал ерасыл, мирас түнерекен неге топырағын қобыстырасында. Неге көрінді ме? Қатып қалды неге. Мирас сенді солай. Ал қанеке, Аймен сенді жаңа көрсеттің ғой, қалай сүрту керек? Дәрия сүртеу болды. Сәния Аяжан неге сүртеу болды. Бір жапырақтарын сүртейіп, гүлдеріне көрді ма жапырақтары нәзік біте болғыз ақауса шаусағымыз тағыз. Сосын гүл жақсы. Гүлдерге жақсы күтім жасасақ, олар әдемі, үлкен болып өседі. Алтын жерде кел, айналдарды ауысынды. Алтын мына жақтарға жақтарды қопыстырады. Жақсы.
сіздерге айтып кеттік қой. Мұрнымен біз тәжірибе жасап кеттік, иә? Мұрнымызды жапсақ, ауаны демала алмаймыз. Міне гүлдердің де жапырақтардың үстінде шаң болса, олардың самаулары да жабық болады. Сондықтан олар тыныс ала алмайды. Біз олардың жапырақтарын сүртіп, шаңдарын алып тастасақ, олар жақсы дем алып, өсе бастайды. Сүртеміз. Ал балалар, енді дидактикалық ойын ойнап жүреміз бе? Мінеки алдарыңызда тұрған кескіндерден бүгінгі танысып кеткен гүлдердің суреттері бар. Соларды қанекей жинаймыз. Жинаймыз. Алдан жинаймыз. Мирас, Саниямен жинаймыз. Мирас, Саниямен. Бірге жинады, өткен бір гүл. Ол бір гүл. Балалар, біз гүлдерді жинап болдық. Ал енді мінеки Айгерім қуыршақпен қоштасуымыз керек. Енді Айгерім қуыршағымыз гүлдерді қалай күтіп баптау керек екенін түсінді. Қош сау деп айтамыз Айгерім қуыршаққа. Қош сау бол. Бүгін біз немен таныстық сабақта? Цветочек. Гүлдерді таныстық, иә? Гүлдер жайында білдік. Оларды қалай күтіп баптау керек екенін түсіндік. Балалар, бүгінгі сабағымыз ұнады ма сендерге? Қанекей, қалай ұнады? Жақсы, керемет. Ал енді бір-бірімізге қуыршақ баптап жүрейік. Ал енді біздің сабағымыз аяқталды.